Сәлем оқырман, арнама қош келдің. Банан қабығын енді тастамаңыз, себебі оның 9 қасиеті бар. Ендеше видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Бірінші, күмісті тазалайды. Бананның қабығы өңі кетіп қалған күміс заттарды қалпына келтіреді. Ол үшін қабықты блендерде тіс пастасына ұқсағанға дейін су қосып еземіз. Артынан жұмсақ матамен күмісті тазаласақ, біртіндеп қара дақтардың кетіп жатқандығын көресіз. Одан кейін күмісті бананнан қабығын қалдықтарынан тазартып, жылтырату үшін жұмсақ матамен жақсылап сүртеміз. Екінші, аяқ киімге арналған жақпа май. Банан қабығының құрамындағы майлармен балауыз оны аяқ киімді тазалап, жылтырату үшін қолдануға мүмкіндік береді. Аяқ киімді қабықтың ішкі жағымен сүртіп, үстінен құрғақ матамен сүртесіз. Үшінші, CD және DVD дисктердің сырылған жерлерін қалпына келтіреді. Сырылған дискті ең әуелі бананның өзімен сүртеміз. Артынан 2 минут бойы бананның қабығымен сүртеміз. Сосын дискті терезе тазалауға арналған затқа малынған жұмсақ матамен сүртіп, кептіріп қоямыз. Бананның жұмсағы мен қабығындағы балауыз дискті тазалауға көмектеседі. Төртінші, тісті ағартады. Кәдімгі тіс пастасымен тісіңізді тазалап болғаннан кейін тістеріңіздің үстін банан қабығының ішкі бөлігімен 2 минуттай сүртіңіз. Қабықтағы калий, кальций, магний, марганец және фосфор сынды минералдар тіске пайдалы, әрі оны ағартуға септігін тигізеді. Артынан бананның қалдықтарын кетіру үшін тісіңізді тағы бір рет жуып, тісіңізді ағарту үшін осылай күніне 1-2 рет қайталап тұрыңыз. Бесінші, тікенді шығарады. Егер де денеңізге тікен кіріп кетіп, оны ала алмайтындай жағдай болса, тікен кірген жерге бананның қабығын ішкі бетімен қойып 24 сағатқа танып қойыңыз. Банан қабығындағы ферменттер тікенді терінің сыртына шығарып, жараның тезірек жазылуына септігін тигізеді. Алтыншы, жараны жазады. Банан қабығының құрамындағы түрлі табиғи майлар мен ферменттер күннен күюден жараны тез жазатын қасиетке ие. Сонымен қатар ол қабыну мен түрлі жәндіктердің шағуынан пайда болатын тітіркенуді де басады. Ол үшін бананның қабығын ішкі жағымен жараған немесе шағылған жерге қойып таңып тастаймыз. Немесе ысқалаймыз. Күніне бірнеше рет осылай істесеңіз, жара тез жазылып кетеді. Жетінші, сүйелді кетіреді. Бананның қабығы халық емінде сүйелді кетіру үшін қолданылады. Ол үшін бананның қабығын ішкі жағы мен сүйелдің үстіне қойып, 1 күнге байлап қоямыз. Сүйел жоқ болып кеткенше осылай істеп жүру керек. Кейбір сүйелдер 1 аптада кетсе, кейбіреулерін кету үшін 1 айдай уақыт қажет. 8. Псориаз бен безеуді кетіреді. Псориаз бен безеуді кетіру үшін бананның қабығын ішкі қабатымен қабынған жерлерді сүртсеңіз, бірнеше күннен кейін өзгерістерді байқай бастайсыз. 9. Теріге пайдалы. Банан қабығы минералдар мен антиоксиданттарға бай. Егер күнделікті онымен бетіңізді, мойныңызды сүртіп тұрсаңыз, теріңіз ылғалданып, әжімнің түсуі азаяды. Ал сіз бананның қабығы жайлы қандай пікірді қалдыра аласыз? Жалпы бананның қабығы пайдалы екенін білесіз бе? Комментарияға бөлісе кетіңіздер. Сіздермен болған Сәуле, назарларыңызға рахмет.